Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерменен үй жағдайында дәмді лакомка дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, төмендегі подписаться кнопкасын басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ұнымыздың ортасын осылай ашып, үстінен тұзымызды, шекерімізді және дрожжымызды салып, жақсылап араластырамыз. Маргаринді мен алдын ала ерітіп алдым. Енді осы еріген маргаринімізді ұнымыздың үстіне құйып араластырамыз. Үстіне сүтімізді құямыз және 100 грамм су құямыз. Қамырымыз жұмсақ болу қажет. Бетімен маргаринімізді осылай жағып шығамыз. Қамырымыздың бетін жауып, жарты сағатқа қалдырамыз. Енді кремін дайындап аламыз. Крем үшін бізге 100 грамм сары май және сгущенный молоко қажет болады. Екеуін бір ыдысқа салып, жақсылап араластырамыз. Қамырымыз көтеріп дайын болды. Енді осы қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Қамырымызды видеодағыдай етіп жайып, екіге бүктеп аламыз. Енді дайын қамырларымыздың бетін жауып, 10 минутқа қалдырыңыз. Дайын болған қамырымыздың бетіне жұмыртқамызды жағып, 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Кремімізді осындай мешоктарға құйып дайындап аламыз. Булочкаларымыз пісіп дайын болды. Енді осылардың ортасын ашып суытып аламыз. 2 дана булочкамызды блендерға салып өткізіп аламыз. Дайын болған булочкаларымызды дәл осы видеодағыдай етіп жасап шығамыз. Лакомкаларымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнап жатса лайк басып, төменде комментарий қалдырыңыздар.